Солтүстік Қазақстан облысының аудандары мен қаладағы спорт мектептері командалардың қатысуымен баскетболдан облыстық жарыс жыл сайын ұйымдастырылып тұрады. Оған қыздар мен ер балалардан жасатылған командалар қатысып, араларынан үздік командалар қатары анықтайды. 12 жастағы Виктория Терещенко Жамбыл ауданының үздіктері жиналған команданың капитаны ретінде жарысқа қатысып отыр. Өткен матчта қарсыластарын қапы қалдырған қыздар әлі босаңсуға ерте деп есептейді. Ал команда капитаны ата-анасының қолдауының арқасында баскетбол ойнауды жалғастырамын дейді. Мама, она сама занималась баскетболом. Анамның өзі де баскетболмен айналысқан, ол менің жарыстарға шыққаныма қарсы емес. Ал әкеме осы спорт түрімен айналысқаным қатты ұнайды. Сол үшін де мені мақтап, қолдап отырады. Біз аптасына 3 рет жаттығу жасаймыз: дүйсенбі, сәрсенбі және жұма күндері. Болашақта мұғалім немесе жаттықтырушы болуға тырысамын. Ал жарысқа жеңіс командасының атынан қатысып отырған Дариға Денишева аптасына 6 рет жаттығады екен. Жас спортшы аталған спорт түрімен 2 жылдан астам шұғылданып, өтіп тұратын жарыстардан қалыс қалмайтын көрінеді. Сабақ пен спортқа қатар көңіл бөле алатын ол қысқа уақыт ішінде команда капитаны болып үлгерген. Я капитан, я не так давно. Мен команда капитаны болып шамамен 1 жыл бұрын тағайындалдым. Бұл үлкен жауапкершілік. Себебі команда мүшелеріне қолдау көрсетіп, әр ойынға жеңіске деген құлшыныспен шыққанын қараймын. Өткен жылы осыған ұқсас жарыстарға қатысып, 3-ші орын иеленгенбіз. Ал осы өтіп жатқан жарысқа жақсы дайындықпен келдік. Енді осы жарыста 1-ші орын алғымыз келеді. Баскетболдан облыстық жарыстар өңірдегі спортты дамытып, өскелең ұрпақта салауатты өмір салтына баулу мақсатында тұрақты түрде өткізіліп тұрады. Солтүстік Қазақстан облысындағы білікті бапкерлердің бірі Павел Антоненконың айтуынша, осындай спорттық шаралардың арқасында жас спортшылардың ішінен қабілеті көзге бірден түсетіндері таңдалып алынады. Но у нас есть, как всегда, фавориты. Бізде әрқашан мықты командалар қатары бар. Ол Петропавл қаласы, Жеңіс балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі, Барыс, Қызылжар, Тайынша аудандары. Біз күніне 2 ойын өткіземіз. Бірі түске дейін, келесі ойын түстен кейін өтеді. Жарыс қалыпты жағдайда ешқандай жарақатсыз өтіп жатыр. Балалар жарысқа келіп қатысқандарына қуанышты. Облыстық жарысқа келген командалар 3 күннің ішінде мықты ұжымдарды анықтайтын болады. Өтіп жатқан жарысқа 7 команда ауданнан келіп қатысуда. Үздіктер қатарынан көрінген ұжымға кубок пен алғыс хаттар табысталады. Қуаныш Қапез, Жұлдызбек Ермұқанов, Первый Северный телеарнасы.